Ассалаумалейкум баршаңызға, бұл YouTube арнасы таң атпаласы. Жалпы біздер Дубай қаласына келіп қалдық. Енді осы жерде қай районда тоқталдық, қалай жүреміз, қалай тұрамыз, соның барлығын видеоға түсіретін боламын. Және де қанша теңге керек бұл жерге саяхаттап келуге, қыдырып келуге. Сол теңген бля, мынау да жағаласып натури бар ғой. Жоқ, қалайсың Гүле? Дубайда шубымен жүрген қалай екен? Шешу керек? Шешеміз ғой бетті. One SIM card. For how many days you'll be here? Не алдың? Мен қайнамын не алдың? No English. We have this one, base limit. Хорошо, 300 қанша болды? Дирхам қанша болып тұр екен қазір? 122. 36.600 теңге. Неше? 36.600. Бәрі солай ма екен не? Сен дұрыс есептедің ба? Иә деп 122. 122 ме екен? Курс? Так, енді бізді мына жерден күтіп алатын. Вояж, қалай дедің, турист деген стойканы тауып алу керек болып тұр. Снимать нельзя, вас только запрещено. Так, короче, отелімізге келдік. Әлі орналаса болған жоқ, себебі ерте келіп қалдық. Где-то сағат 11-лерде. Енді заселение 12-де болатын деп ойлап отырып. Жалпы заселение мұнда 2-ден бастап екен. Көреміз қалай болатынын. Одан бөлек тағы дополнительный бір проблема шығып тұрды. Не проблема дейтін болсаңыздар. Короче, бізді трансфер күтіп алды, мана отельге дейін. Енді ол трансфердің ішінде басқа да адамдар болды да, былай айтқанда. Оларды отельге апарып, сояқтан түсіріп жатырды. Сол кезде біздің багажды алып кеткен, короче. Енді оларға хабарласа алмай отыр. Жаңағы бізді трансфер күтіп алған гид қызға айтып едік. Осылай, біздің багажымыз ауысып кеткен деп. Енді, в общем, ол бізге номер берді. Ол номер әлі қосылған жоқ, звондап жатыр. Багаж тауып алу керек. Жолдасым кесляк, короче. Соның киімдері ғой басылма. Енді қазір келеміз. Приветствие, осындай. Жолдасым отыр мына жерде. Че там? Багажың қайда? Жоқ, ашынермін. Еще бір қызығы Өмір жүрген жеріміз осы ғой. Трансферде отырған кезде, неден, көліктің ішіндегі отырған кезде жолдасым айтады да, короче, осылай біздің багаж емес па, кетіп баратқан дейді. Мен айтам, жоқ, біз түбіне салдық по деймін да, себебі біздер ең соңғы түсеміз. Мен сол үшін арқайына отырдым да. Ол сол алған адам енді как-то умудрился сол түбінен шығарып алып біздікін алып қайған ғой, короче. Бля, вертяк түсте, вертяк болып кетті натуре. Мана деген енді сумканың проблемасы әлі шешілген жоқ, соған барып келейікші деп таксимен өзіміз барып келейік. Отельдің атын білеміз да, короче. Соған кетейін деп аттық. Паспортымызды беріп қойдық мына жерге. Типа қазір отельді номерді беретін кезде сол паспортты керек деп анау-мынау деп алып қалды да бізден. Енді мен айтам да, короче, мен қазір кетіп батын. Сосын 2-де келем, маған паспортын беріп жібер, мен қазір кетіп батын деп айтсам. Проблем жоқ деп паспорттарды, короче, шығарып берейін деп атса, біздің номер жазылған номерде басқа паспорт тұр да, прикинь. То есть ол получается уже біздің паспорттарды басқа біреуге беріп жіберген да, фактически. Оларда походу қарамай салып алғанда и біздің жаңағыдай номердегі қағазда олардың паспорттары жазылып тұр да, короче, тұр да. Сосын типа техничный білмеген сияқты не істеп тұр да ол. Жоқ, нормально бәрі, нормально дейді да. Мен айтам, қайда біздің паспорт жайып алып, бер әкел, мен кетіп баттым деймін ғой. В общем, кішігірім скандал бола жаздап, әйтеуір сағат 2-де келем. Менің паспортын дайындап қой деп едім. Хорошо дайындап қоям дейді. Енді қазір жаңағы отельге кетіп бара жатыр. Такси стоп. Осы походу көреміз қалай события. Что-то бізді Дубай құшақ жайып қарсы алып атқан жоқ сияқты. Таксиге отырып алдық, кетіп бара жатырық жаңағы отельге. Оның да ара қашықтығы қанша болып тұр, Гүле? 6-та 1 километр. 6-та 1 километр дейді.
данный момент бізде ни паспорт жоқ, ни чемодан жоқ. В общем, Дубайда жайлап жүрген сондай қызықтар болып отыр, короче. Таксиге отырып алдық. Мына жерде таксидің аты жөні барлығы жазылып тұрады екен. Одан кейін мынандай терминал бар, как положено. Километрге қарай айналдырып отыр өзі. Қанша уат деп біздер сразу тек теңгесін сұрап отырық қой. Өзі айтады дейді, короче. Хорошо деп мініп алдық, көреміз енді қанша уатын. How much? 24. 24, yes? Marina 1, Al Barsha 2. Distance is 7 kilometers. 7 kilometers. 14 minutes in 24 hours. Understand. Thank you. Так, чемодан табылды. Дерзкі болып қалдық ау деймін, а? Қалай настроение чемодан тапқаннан кейін? Онша емес, что ли? Тайды ау деймін таксиде. Анақта күтем деп еді негізінде. Все, лақтырды такси бізді. Базар жоқ, сау бол. Такси жесткийін лақтырып кетті, күтем деп еді негізінде. Или біз ұзақ шықтық па, шықпай қалдық па. Так, әрең дегенде отельге орналасып жатырық. Вау, керемет, іші сап-салқын, кәдімгідей настроение көтеріліп жатыр. Не бар бізде жалпы king size размерде диван, отыратын туда-сюда общение, телевизор, мынау, короче, сырланатын, боянатын мини кухня. То есть мына жерде шай тамағын дайындауға болады. Және де уборная. Все, что немаловажно. А бұл мен, если что, қарайған вертяктардың арқасымен әрең дегенде ровно сағат 2-де орналастық. Мана сағат біздер нешеде келдік таңертең, Гули? 11-де келдік. Так, айтпақшы, по виду не бізде. Видте, мынандай, короче, бетонный джунглилер тұр. Трасса. Не жоқ, в общем. Нормально. Теңізге қарап тұрған жоқ дегенмен де. Астана трассаға. Не болды, айқайлап атсың ғой что-то. Мындай 5 гигабайт дейтін номер беріп жатыр. Ол комплимент ретінде туристерге жаңа аэропорттан беріп жүр. Осындай. Осыны ашып барайық қазір. Мынандай номер. Бір суткіге жұмыс жасайды дейді. Бұл да жақсы негізінде. Ассалаумағалейкум баршаңызға, YouTube арнасы таң атпаласы. Біздер қазір Дубайдамыз. Дубайға келіп қалған жөніміз бар. Данный момент біздер уже отельге орналасып, әрі қарай Шафран мейрамханасына бара жатырық. Міне жаяу 8 минут дейді. Пока көрінісіміз мынадай болып тұр. Мына жерде яхта клуб, қателеспесем, барлық яхталар тұр. Мына жерден ары қарай. Бұл Дубай Марин районы, яғни біз орналасқан район осында. Отеліміздің аты Marine Wave. Marine Wave. Осындай вайп деп қоясың ғой. В общем, бәрі керемет. Ең бірінші мәселе қазір тамақтанып алу керек болып тұр. Ауа райының температурасы 24 градус көрсетіп тұр. Жалпы Шафран ресторанына келіп қалдық. Бұл қазақтар ашқан ғой, бұны? Қазақ жоқ. Меню осындай екен. Керемет. Битті қараңыздар енді. Біздің қазақ бауырларда білет қай жерден бизнес ашу керек екен. Я күшті ұнап Ұнап отыр ма? Еще тамақтар қатты қымбат емес, 4 теңге жаңа бір салат. Сол қазақстанский ценамен қойған болып тұр ғой. Енді бұйыртса осы жерден тамақ жейтін шығармыз. Иә. Жалпы енді Дубайда тамақ нәрсесі бұлар деген тамаққа приправаны көп қосады. Мысалға макарон, аппақ макарон қып-қызыл сап-сары болып тұрады да. Приправа дәмдері. Сондықтан да осы қазақ ресторанға келіп алысқа кетпеген сияқты болып жүретіндей сезіммен жүрейін деп отыр. Біздер
Таиланд дейтін жерге баратын болсақ, мысалы, аштан өлетін жерміз. Жаңағыдай уличный еда дейді ғой, далада пісіріп жатады, шыжғырып жатады, қуырып жатады. Соларды, блин, жүре алмайды негізінде. Бірақ дегенмен де жеп қарауға болады, по-любому. Бір мохито, бауырсақ, несімен. Аты не мынау? Қаймағымен. Және баклажан салат и сенің тамағың аты қандай? Нарын сорпасымен да. Осының барлығы енді біз 10 мың заказға беріп жатыр. 12 мың шығады. Неше примерно? 12 мың. Мен жеп жатқан жоқ, себебі мана мен пиццаға тойып алған. Так, 123 дирхамға шығып тұр. Сол примерно 12 мың. Қара тамыр Ибрахим. Сіз ғой, а? Рахмет. Яхтаға келіп жатырық. Жаңа предварительное бронирование жасайын деп едім интернет арқылы. Олар айтады, что бізде 900 дирхам дейді. 900 дирхамың ол почти 100 мың теңгедей индивидуально да, екі адамға болатын болса. А ол бізге конкретно айтқанда қымбат болып тұр да. Қазір осы жаққа өзіне келіп сөйлесіп барайын деп жатыр. Мүмкін мына жерде групповой бар шығар деп та. Групповой болса кішкене арзандау болады ғой деп. Но вид, конечно, базар жоқ. В общем, солай тема. Мына жерде қазір енді тауып алу керек болып тұр, яхтының жалдайтын жерін. Бәрі тауып алсақ сөйлесіп қараймыз. Нормально болса сол яхтаға мініп алып аралап шығу керек болып тұр. Кішігірім. Құстылар осташ. Мына палубалар, короче. Мына жерден палубамен жалап жүріп, тук-тук-тук мініп сыбырсақ кету керек бар жаққа қарай. Примерно сондай. Жақсың ба? Бір-екі әңгіме? Не айтайын? Білмеймін. Дубайға келіңдер деп қойдыңыз. Сен кәдімгідей шафраннан сарқыталып алған сияқтысың ғой. Дұрыс. Ауру қалса да жетіп қалмайды деген осы ғой, короче. Кешірерсің. Қалай айтпайсың? Аха. We have this This? one. This one is 120. Juice and water free and some snacks. You go Marina Harbour, Skydive, GBR, Dubai Eye, Open Sea, Palma Atlantis, and come back like this for 1 hour 40 minutes. This? Yeah, this is the catamaran. Катамаран. Yeah. Короче, катамаран алатын болып жатырмын. Себебі 120 дирхам дейді и походу 5% несі налогы бар дейді. Осыған болған сияқты. Мана интернеттен қарап едім, ол мені WhatsApp арқылы сындырып жатыр да, короче, 400 дирхам болады туда-сюда деп. Соған что-то менің көңілім толмап еді. Бірақ ол 400 дирхам болғанда да, ол примерно, білесіз ба? Не? Но екі адамға ма, бір адамға ма? This two people? One people? No, this for one people. One people. For two it will be. Но бір адамға, короче, 120, екі адамға сонда 240. И то нормально, да? Где-то 20 мыңның айналасы ма? 25 мың ба, сондай ақша ғой мына, короче. Мына 60 мың не заты? Мынау бір сағат деген ғой. Yes. Мынау 5% не? Налогы ма, сондай бір деген. Налогы бар екен. Сол налогын енді бұйыртсақ көреміз, жаңа неден. Сол налог. Такс-фриден шешіп алатын шығармыз ойлап отырмын мен. Палубамен келе жатыр. Мынау біздің катер ма, яхта ма, в общем, түсінбедім, короче, осындай бірдеңе. Осының өзі 30 мың теңгеге шығып жатыр бізге. Бристол компания. Мына жақта мінеміз, короче. Оба-на, стрёмный екен. Yes. Алай. Жатқансың ғой жалап. Мынандай вид, короче. Біз мынандай пуховиктердің үстінде жатыр. Как бы жастық сияқты да. И кетіп баратырық қой үшін. Ғимараттардың қасында. Короче, яхта қозғалып кетті. Бәрі нормально. Вид примерно мынадай болып тұр. Бізде мынандай бір пуфиктің үстінде жатыр. Мына жерде яхтының енді түрі бар екен.
Че, как дела? Нормально? Атмосферасы, жалпы ауа райы өте керемет болып тұр, маған ұнап тұр өзі. Мына, короче, сушняктар алып келіп жатыр. 2 сушняк алып қалайын. Жолдасыма. Маңадан бері мынандай чипсы берді, су берді, в общем, 30 000 теңгесін ақтап жатыр жайлап. Короче, қазақша өлең қостырып қойғансың ғой. How are you? Fine. Мына Дубай, в общем. Қадиша емес балқия, Құдаша билікші кел бір партия, болуына мен гарантия, балқия. Үйренген жау атыспаққа жақсы демекші. Қайтадан шафранға келдік. Кешкі ас. Бізде бүгін рамьон сорпасы және де будине етінен сорпасы. Үйде будине аздай. Мынақа келіп будине етінен сорпа ішіп атсың ба? Жеңілі ретінде қып па? Күшті екен мынандай. Қойш. Базар жоқ. Біз сияқты жасамайды ғой. Шықтыра білді? Масқадай. Жалпы тамақ вообще мықты екен да. Жалпы будине бойынша айтқым келіп отыр да. Көп комментарияның астына көп тастап кеткен. Жалпы будине шаруашылығы не болып жатыр деп та. Будине шаруашылығы ештеңе болып жатқан жоқ. Ол қалай мен жасап кеттім, дәл сол бағытта жұмыс жасап тұр. Бүгінгі таңда жалпы ежемесячно айға бір айда 100 000 таза пайда әкеліп тұр. Ол жалпы 300 000-дай пайдасы оның негізгі. Одан пайдасынан бөлек жеміне көп ақша кетеді да, короче. Ендігі мәселе біздер осы тағы да балапандар салған болатын, солар уже шықты. Көреміз енді қалай болатын дальше. Мен баспен кіріп тұрған жоқпын да, о шаруаға тек қана былай мойнымен кіріп тұрмын ба бірдеңе үшін. 86 дирхам болды. Бұл шамамен 10 000 теңге. 10 500 теңге. Нормально. Иә, обслуживание жоқ, рахат екен. Шафранға келеміз ғой. Шафранның бүткіл тамағын жеп шығамыз ғой бұйырса. Кеткенше ма? Сен не так-то красавицасың. Сенен аламын тек Жалпы бізде бүгін Дубайда жүргенімізге екінші күн болған кезде біздер X-Line-ға келіп жатырық. Яғни мынандай канатный дорогамен ұшып бері қарай келетін. Мана астында Дубай Марин Молдың ішінде, короче, парковка жағында өзінің офисі бар. Сол жерге барып сөйлесіп қарадық, қанша теңге шығатынында. Адам басына 85 000 теңгеге шығады екен. Екі адамға 170 000 теңге дейі от. А ол не выгодный, не вариант сияқты да, себебі былай қарап тұрсаңыздар, туна MR дейтін здание болатын болса, көрініп тұрса егер, сол жерден былай зылдап келе қояды екен. Ол бір былай қарасаңыз минутное ощущение да, и ақша деген ауаға сорып алды ғой былай айтқанда. Сол себепті шыны керек, ақшамыз сауымыз келіп тұрған жоқ ол шаруаға. Тек наблюдать етіп тұрық жұрттардың болғанына. Көремізге қалай бар. А так вид мынадай. Тема болып тұр. Бұдан қайта қазір біздер неге барамыз? Жумейра, сол жақтағы аралға. Сол аралдан смотревая площадка бар. Биіктен қарайтын. Яғни пальманы, былай ұмнан болып тұрған пальманы, соны барып тамашалайтын боламыз. Болды. 85 000 ауаға кетті. А так, ақша немерен болатын болса, болға болады шығар деген ойдам. Проблем жоқ. Ощущать етіп баруға. Одан қайта үстіне ақша қосып парашютпен шыққан жақсы ма деп қоямын. Духың тұрса деген сияқты. Жалпы осы Дубай қаласында өзінің
маркетинговый агентствосы бар да. Былай айтқанда мемлекеттік тұрғыда да ол яғни не істейді. Мысалға любой бір бизнесте маркетинговый отдел бар ғой. Олар жалпы ненің бизнестің дамуына, жүруіне пиар менеджер секілді барлығын қарап отыратын. Бұл Дубайда да өзінің правительствосында сондай на правительственный уровне қойып тастаған ғой. Солар барлығын қарап, тексеріп, бізде не жоқ, не бар, неге, не істей аламыз тағы да дамыту үшін деген сияқты сондай бір ақыл кеңестерін беріп, осындай туристерді шақырып отырады. Жаңағы The Palm дейтінге келдік не? Енді міне осы смотревая площадканың үстіне кетеміз қазір. Билет алып алдық. Жоғарыға көтерілу үшін 100 дирхамнан 12 мың 24 мың теңге примерно. 52-ші қабатқа көтерілдік. Мына жерде қарап отырсаңыздар барлығы смотревая площадка. Вау! Мына атмосфераны вообще көзбен көру керек негізінде. Қараңыздар. Енді GoPro сіздерге бере алмайды шығар. Оның сұлулығын жалпы вообще кайфово болып тұр, кайфово. Мына былай, егер түсінетін болсаңыздар, мынау Atlantis отель. Тіке жүріп баратыр, и мынау барлығы жапырақтары ғой, былай айтқанда, былайынан келатқан. Мына виллалардың барлығы жапырақ болып есептеліп тұр да. И вокруг полный былай айналған пальма ретінде жасалған ғой. Мынаны қараңыздар, мына видті қараңыздар. Ше, классно. Мына жерде бір стройка жүріп жатыр. Соны бір сыртынан қарап, тамашалап тұрмын да. Бір бос жүрген адам жоқ та, конкретно айтқанда. Бос жүрген адам жоқ, бәрі жұмыс жасап жатыр ғой. Түгелі дәл. Конечно, бұлар дәл осылай ғимарат салып тастайды да. Мына жерде арматурщиктер арматурка тоқып, ар жағында бетон құйып, опаловка құрып, сондай жұмыста жүріп жатыр екен данный момент. Жаңа таксиден осы жақтан түсіп қалдым. Енді мына видті қараңыздар. О май гад, болып тұр ғой примерно. Бурж Халифа. Күт мені, мен саған келе жатырмын деп қоясың ғой қазақша. Дубай молдың іші бар ғой. Масқарейшін екен натуре. Сөзім жоқ ғой. Бұрын соңды осындай үлкен молға кіріп көрген емес мен. Дегенмен де кәдімгі аспанға шарықтап тұр екен ішіндегі дүниелер. Жалпы видеоға түсіруге бола ма, болмай ма? Болады видеоға түсіруге, дегенмен де егер адамдар айта алады да, смело, что мені түсірдің видеоға удалить етті деп та, ол жағы енді заңмен қарастырылған екен бұл жерде. Не болып жатыр мына жерде, не болып жатыр мына жерде, айтыңдаршы. Мына миллиондаған адамдар не істеп жүр бәрі? Қашан жетем саған? Қалай кірем саған деп қойсыншы. Жалпы фонтандар осы жерде болады негізінде. Мына барлығы қыдырып саяхаттап жүрген адамдар. Мына барлығы Дубай мол, ішіне кірсең адасасың. Андай ғимараттар. Что-то фонтаннан хабар жоқ бүгін. Sorry. Осы жерден жалпы световой фонтандар ұшады. Су мөп-мөлдір болып тұр. Мына жерде световой шоу бастал. Бурж Халифаның үстінде. Мына бір пальма нереально тұр екен алдында. Жалпы Бурж Халифаға кіру үшін қараңыздар, қаншама кезекте адамдар тұр. Данный момент вообще желаниеда тәді болып тұрған жоқ, соны күтіп қарап тұруға да. Қараңыздар, ар жаққа касса лифтке кіргізетін де қиын да өте. Сондай кезек. Адам көп, өте көп. Одан қайтса, азғантай бір шопинг жасап қойдайық та.
шопинг жасаймыз ба, бір ужин ішіп алу керек еді. Сен Ужин? қасында жүрсең аштан қалдыратын әдетің бар еді ғой. Не қыл деп жатсың? Айтшы. Сен қасында жүрсе аштан қалдыратын әдетің бар еді ғой деймін да. Я, менің қасымда жүрсе аштан қалады әйтеуір. Ішіндегі балықтарды қараңыздар. Видеоларда осыны көрген кезде кәдімгі үлкен болып көрініп тұрады. Енді қасынан қарағанда где-то бір 20 метрдей бар шығар енді биіктігі. Суға сүңгуге жатырған мына мужиктер қайтқанда. Бірақ кәдімгідей судың несі келіп тұрды деп қарай. Иісі, как будто бір бассейнде жүрген сияқты. Так, короче, гүлдер бағына келіп жатыр. Жалпы Дубайдың сыртында. Осылай кіре берсе, 2 жылқы күтіп алады. Егер көліктердің дауыстары естіліп жатса, мұнда қателеспесем қасымызда кәдімгідей жарыс ұйымдастыратын жерлер бар сияқты. Спорткарлардың дауысы шығып тұрды. Менің аяғым сол жаққа қарай тартып тұр ғой, короче. Более мынаяқтан көр. Осындай жатты бір жерде көрген сияқты. Түркістанда көрдім ау, осындайды бір Түркістанда көрдім ау. Қалай тұр екен бұл құман? Тіреусіз қалай тұр екен? Бірақ иісі кәдімгідей хош, кәдімгідей. Гүлдердің иістері мұрныңды жарып баратыр енді. Маған сондай сезім келіп тұр. Атмосфера бар енді. Адамдар вяло жүрді кәдімгідей. Как будто бір желкесінен әкеліп осы жерде қара деген сияқты қойған сияқты да. Білмеймін, бізде настроение как всегда жүз ғой. Ұртып тұр. Мынаған кіре берсе ар жақ болатын болса, мына бергі беті ар жағында сцена, то есть сахна жасап қойған. Походу анда-санда бір дискотекама бірдеңе болады. Мына байқап тұрсаңыздар, мыналар бәрі айналып тұр. Яғни би билеп жатқан сияқты. Мына үш қыз да былай айтқанда қасына барып қосылып билеп алуға болады. Кешірерсіз енді, солай уақыт кетті. Осы жалпы гүлдер бағына келген себебіміздің бірі мына кісінің арқасы енді. Арқасы ма әлде сөйқі бәйек дегені ма білмеймін, өшіп келіп қалдық. Ұнаватыр ғой енді саған? Иә, ұнаватыр кәдімгідей. Внутренняя энергия, внутренняя духовность бәрі келіп жатыр ғой, короче. Сенде қалай, бәрі нормально ма? Күшті. Күшті ма? Болды. Енді бір екеуміз жалап, қоз тасып осы Дубайға келгелі жүріп келатқанымыз шығар, нормально. Да? Или? Или нормальныйсың ба сен? Мен уже үйрендім ғой. Үйрендің ба? Болды, молодец. Ақпарат айтасың сен көбінесе. Так. Мына не тарих айтасың, менде ондай білім жоқ. О, менде тарих айтпаймын, мен как положено не көріп тұрмын, соны комментировать етсем болды, басқа оны алып қосатын ештеңем жоқ негізінде. Сол енді конкретно былай осы не бойынша, осы локация бойынша келуге бола ма, болмай ма, өзің бір айтшы ал. Келу керек, күйеулерің алып келу керек, әйелдерін. Не Бұйға айтып? алып келу керек, поделиться-да біріншіде оқып кеткенсі. Басташ қайтадан. Шаймаш, бля. Бастайды жоқ бұл жерде, бұл лайф қой кәдімгідей. Кесіп тастайын еле. Кесет жоқ бұл деген ұзын кәдімгідей кетіп жатқан зат. Енді күйеулері әйелдерін алып келу керек Дубайға. Болды, басқа не айтамын? Мен саған конкретно осы локацияны айтып отырмын, Дубай жайында емес. Осы локация жайында айтып отырмын. Не айтасың деймін осы локация Не бойынша? айтам құрсын? Так. Нормальный гүлдер, күшті. Аха. Мен анда Қандай фонтандар. Біз осы жерде айналған сияқтымыз, уже артқа кетейік. Құмаш мына барған жоқсыздар. Көке, дұрыстап сөйлесей. Мен оқырмандарым сені жейді ғой. Я болмаса мені жейді ғой. Мынау қалай сөйлеседі мынау деп. Ауыз ба? Ауыз екі әңгіме ма? Ауыз екі әдебиетім жоқ. Жалпы қазір данный момент неге келіп қалдым стадионға. Бұл стадион жалпы спорткарлардың стадионы. Яғни спорткарлар кәдімгі жарыс ұйымдастырып жатыр. Соны данный момент трибунада тұрмын, бақылап заездерін. Өте мықты, жүрістері вообще кәдімгі дауыстары.
Mercedes көріп қалдым да. Қараңыздаршы, қандай ретро. 190-дық SL. Папасы мен баласы жайлап отырып алып. Патсо старт жіберіп жайлап қыздырып таянып тұрып отыр мен. Қызбай ма, не тілі ма? Лилипуттар, короче. Мынандай машинам болса мен айдар едім, негізінде бар ғой. Еще артына да сияды адам. Алдына да сияды. Ештеңе жоқ лишнего. Тек қыздырасың да бірге салып кете бересің ғой. Мынау да сол екінші версиясы. Бірақ мынаның уже артында мынандай жабық тұр. Уже мотор тұр да, мына жерде барлығы. И рулі, білмеймін, қарбыз сияқты үстін тістеп жіп тастаған, короче. Бірақ сиденьелерінің өзін байқайтын болсаңыздар, кәдімгі спорткар сияқты да. Білмеймін, әдемі болып тұр. Fiat 500 дейтін аты жөнін жазылып кеткен мына жерде барлығы. Мына жаңа Ferrari дейтін спорткарлар жарысып жүр ғой. Соның, короче, получается, мына жерде бүткіл балансировочный цехы, былай айтқанда, аяқтарының барлығы осы жерден жасалады екен. Покрышкілерді қараңыздар. Дым қалмаған ғой, дым қалмаған. Кәдімгі жип тастаған ғой, жип. Титанкілерін қараңыздар. Вообще Pirelli, Ferrari. Так, бұлардың жалпы размерлері 275-те 675, 19. Мына титанкасы вообще майысқан екен. Енді жасай ма, бұлар лақтыра ма? Бэха. Вообще сөзім жоқ. Мынау кәдімгі дальняққа шығатын бэхалардың түрі сияқты. Былай қарасам. Осындай тағы бір ангарға кіріп келдім. Бұл жерде мен байқап отқаным барлығы эксклюзивный киімдер сияқты. Яғни осы спортсмендердің киген киімдері барлығы ілініп тұр мына жерде. Көріп отырсыздар да. Возможно, бұлар аукционмен сататын шығар бұл киімдерді деп ойлаймын өзім. Мына қараңыздар. Міне осылар ғой қазір данный момент жарыстар жүрген гонка. Бұл получается Benetton B196 дейтін көлік екен. Hello. В общем, жаяу келе жатыр едім ғой. Жолдан тоқтатып алып кетейін дейді да, такси жаққа шығарып қалайын дейді. Проблем жоқ, родной деп мініп алғансың ғой. Жалпы енді бұл айтады, осы жерде жұмыс жасаймын дейді. Өзім Босна-Герцеговина сол жақта тұрам дейді, жалпы мекенім. Осы жақта жұмыс жасап жатырмын дейді. Окей. Taxi, no money. Taxi, no money. Окей, good. Если no money, то you go Dubai Mall. Okay, Dubai Mall, no. Go taxi. Yes. No problem. Біз ұйықтатып жатыр ғой, походу жетіп аламыз ба деп ойлап отырмын ғой. Ондай шанс жоқ, жолға түсіріп кете қояйын дейді. Мана жігіт түсіріп кеткеннен кейін жарты сағат өтті. Күн жанып тұр, короче. Такси тоқтамай жатыр. Жүріс мынадай примерно. Мына Lexus тоқтаймын дейді ғой. Иә. Енді мына қымбаттау болады, бірақ дегенмен де жанып кетті мына. Отырамын осыған неде болса. Dubai Mall. Okay. Я бисмилля. Ал кеттік, яфа, мынаң іші кайф болып тұр ғой. Hello. Good afternoon. How are you? Yeah, fine. Good. Where are you from? I'm from Kazakhstan. Kazakhstan. Wow, nice. You from? I'm from Pakistan. Ah, Pakistan. Yes, Yes, from Pakistan. good. How long you been here? You visit here? I visit tourist. Tourist. Okay, Yes. nice. How was Dubai? It's good. 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 Nice. Nice place, Dubai. Good, Safe. Very good. place. very good. Very good. Come to Dubai, every people come to Dubai. Dubai is very beautiful country. Yes. Примерно түсініп отырмын жалпы не айтып отқанын. You vlogger from? Yes. You vlogger, yeah? Yes, YouTube yes. vlogger. Yes, Okay, yes, travel nice, vlogger. Very nice. Tell me your channel name. I will subscribe Okay, come. and I will watch your videos about Dubai and all over the world. Yes. Because you explore the world. Yes. Oh, nice man. Good. Так. Бізде қандай таң ат баласы? Таң ат баласы десек сразу өзі шығады, табады мені. Бұл жерде енді сізге де бір кратце обзор жасап кетейін. Біздер Турцияны түгел
айналып шыққан болатынбыз өз көлігімізбен. Егер сол қызық болатын болса, мына жерде қарасаңыздар болады. Бірінші бөлім, екінші бөлім деген сияқты. Okay. This name, yeah? Yes. Tangat name. Yes. Inshallah. Wow, very good. Yes. It's 5.7k views. Wow. 47k views. Yeah, good. Да. Nice, very nice. Ойнама сен, TikTok. короче. Сол. May Allah bless you. Сол. Типа, айтып жатыр да, просмотрларың жаман емес қой, туда-сюда дейді да. Мен айтам, сен ойнама бізбен деймін. Так, короче, мен карточкамен теңге төленіп тұрмын. You money? You. Подожди. На, As короче, you like. You are our guest. саудаласам дейді, мына жерде, короче, общем, оныкі мен мана байқап қалғанымда 98 ба бірдеңе болып тұр да. 98-ің деген примерно 100 болатын болса, ол где-то 12 мың теңге дейді. Енді мынау айтады, маған қанша бересің дейді. Мен енді не қыл деп айтамын мына жерде. Типа оның алдында блогеріміз туда-сюда деп общаться етіп отыр, суретке түсіп алды деген сияқты да. Бұл менің кәдімгідей Қазақстанға белгілі, я болмаса әлемге белгілі блогер деп ойлап отыр. Окей, осы жақ болады маған. Енді маған айтады, қанша дейді. Так, 100 болатын болса 50, где-то бір 5 мыңның айналасы нормально шығар деп отырмын. Давай мен оған примерно 40-ты жазсам қалай болады. Окей. Good? Почему no? Good? Тадыр. You speak. Жаз дедім. You. It's coming 100. 100. Жүз деп тұр. No, big. Да. Витек онда. Саудаласайық рас. Сондай тема жүк күлітті. Так, онда 40, 50, 50 де 50. 50 де 50. 50 де 50, окей? No. It's coming. 98. О, 50, норм. Раз 50. Go. One second, close video. Video. Close video. No close video. No close video. No. You coming. You 50. You 50. Go. One second. I'm- Close this one. Sure. Close this one. 1 second. No close. No. It's because it's the pipe making problem. No. It's for you last. You. For you last. Is 70. Last. Okay. I. No. So. Okay. Last. Okay. No. It's this. It's good because it's No. You. 25 kilometer. It's 25 kilometer. Okay. Онда былай қылайық. 65. Okay. Okay. Ой. You happy? No problem. So, no problem. Okay. Thank you, bro. Thank you so much. Don't put on YouTube. My name. Okay. It's making Dubai government problem. Okay, you таңат баласы, understand? Okay, thank you. Happy? Bye. Take care. Давай, адуше, рахмет саған. Айтып отырмын ғой, жалпы бұл такси қымбат болады. Мана біздер ана район, енді былай қарасаңыз, манағы стадион и мына ненің арасы, Буш Халифаның арасы жақында, ондай қатты алыс емес. Ал Дубай Марин біздің тұрып жатқан жерімізден манағы жер, ол чуть-чуть алыс. Ол где-то 48-50-ге шықты да. Енді бұл маған 98-ге шығарып отыр. Бұндай Lexusке отыратын болсаңыздар, жалпы тарификациясы қымбат болады олардың. Сол себепті жаңа такси деген знагы бар, 70-тіктер жүреді. Toyota, соған отырғаныңыз абзал болады. Вот сондықтан да бұл енді манадан бері екеуміз сөйлесіп жатыр қой. Енді өзі предлагать етті да, енді сен өзің жасшы дейді да, типа неше сұрайсың деп. Ол ойлады ғой, где-то мен примерно 90-80 жазатын шығар деп та. Мен тұрамда сразу 40-қа барам, где-то 50-ге 50 келетін шығар соңында деп та. Ол, короче, оған келіскен жоқ. Типа камераңды сөндір, давай общаться етейік дейді да. Мен айтам, жоқ, камера сөндірмеймін, короче. В общем, 70 жазады. Соңында 65-ге келіп тоқтап, сондықтан да қазір көреміз дальше қалай болатын. Енді данный момент мен қазір Буш Халифаға келіп жатырмын. Бұйырса осының ішіне кіру процесін қазір қарастыратын боламыз. Енді мына күндізгі кел беті, данный момент вообще лайтово да, мына жерде былай айтқанда. Кеше бір түнде түсірген болатынмын. Мына жерге келсеңіз, егер как будто бір Түркістанда жүрген сияқтысыңыз. Түркістанда да осындай бір ескі ғимараттар мен осындай сары
үйлер бар да, и осындай су жүргізіп қойған. Дәл сол секілді бұл да сондай болып тұрған сияқты да, как будто бір алысқа кетпей Түркістанда жүрген сияқтымын. Бірақ өңімізде біз Біріккен Араб Әмірлігі Дубай қаласы. Данный момент Дубай молдың ішіне келіп жатырмын. Енді Бурдж-Халифаға кіру үшін қараңыздар, кезекті. Мынау кезек вообще ар жақтан басталып, былай бұралып, ары қарай кетіп жатыр да, былай айтқанда. Берекет алып тұр ғой, короче. А дальше енді көреміз қандай қалай не істейтінімізді. Мына жерден тіке кіріп кетеміз ба, сөйлесіп деп қоясың ғой, әлде қоя саламыз ба бұл шаруаны. Білмей тұрмын, короче. Ладно, көңіл күй түсірмейміз. Appleға келіп қалдым. iPhone-дардың бағасын қарап кетейік. Так, мына жерде 15 Pro Max 5000 дирхам. Но 15 Pro-ның өзі 4299. Ал мына жерде ше, мына жерде бізде iPhone 15 Plus и iPhone 15-тің өзі бағалары мен жазып тұр. Бұл жалпы қымбат па, қымбат емес па білмеймін, енді данный момент қарау керек. Қазақстанмен салыстырып. По-любому Қазақстанмен салыстырған кезде де арзандау болып шығады. Мына Дубай молдың ішін аралайым деп бар ғой, менің аяғым түсіп тұр ғой, короче. Басым ауырып, шығатын жер таба алмай қалғансың ғой. Ё-моё. Соншалықты үлкен. Аяғым талып қалды кәдімгі. Жүруге желание жоқ кәдімгі. Дегенмен де саяхат керек болатын болса, жүруге дайын боласыздар ғой. Масқара енді жүрістер. Кәдімгі сылынып қалған сияқты, жаяу жүріп. Хотя біздер енді таксимен жүріп, енді былай араларында. Дегенмен де осындай жерлерді аралайтын кезде күш қуат мол керек. Бірақ жалпы бутиктерді аралап ұстадым. Бағалары енді қымбат болғанда қалай? Бізге қымбат или же ол цена нормально, мен білмей тұрмын да, короче. Мүмкін бізге қымбат, ақшамыз жоқ сияқты ғой. Ол ғой. Қазір біздер осы зданияның ішіне кіріп, ары қарай жаңа кезекті қарайтын боламыз. Сол кезек егер көп болатын болса, мен басқаша амал қарастырайын деп отырмын. Мына кезек, короче, бар ғой. Бітетін түрі жоқ. Мен дым білмеген адам сияқты барамда тіптіке бауырларды тауып алсам, егер қазақ бауырлар болса, солардың қасы тұра қалым. Болмаса қалай бар екен? Мен айтам, типа, анау мынау деген сияқты. Мен манадан тұрмын деген сияқты да. Көреміз ке бұйырған. Осы жаққа кезекке тұрамыз. Біз мана айтып кеттім осы жақтан. Сосын қазір бұйыртса кіріп, мынаған дым білмеген адам сияқты болып кіріп кетеміз үшін. Кім не десе о десін. Кешірерсіздер, короче. Кезек бізге мыналар қарап тұр, техничный. Кешірерсіздер бәріңізді. Короче, қазір данный момент араларына кіріп кеттім. Солай, короче, жағдай білмеймін. Дұрыс па, дұрыс емес па. Мынаяқтың өзінде де кезектер аз емес. Былай барып, мына жерден кассадан билет алып, дальше былай кіру керек болып тұр ғой, түсінігім бойынша. Мына жерде VIP бар дейді да. VIP 769, ол где-то 80-85 мың ақша. Мыналар, короче, бітіп қалып дейді да, 500-діктер. И 300-діктер бітті. Так, қалай қыламыз? Что-то не канает. Да, 86 мың теңге, короче, VIP-ке бергім келіп тұрған жоқ, шыны керек. Қалай олар екен, а? Есептеп қарадым жаңа. 85-86 мың теңге демек. Жаман қызарып кеттім ғой, ё-моё. Арамды қалға баспайым әлде. Так. Бұған мінсем қалай болады, мінбесем қалай болады. Вообще ойланып тұрмын. Полный ойланып тұрмын дұрысынан. Жалпы саған бүгін және кеше кіруге бұйырмады. Бұйыртса енді келесі жолы Аллах қаласа міндетті түрде сенің үстіңнен шығамын деп қоясың ғой жайлап. Бірақ жалпы ертеңде уақыт бар менде. Қайта мына жаққа келу просто невр да, невр. Ал қазір мен музей будущего, яғни болашақ мұражайына бара жатырмын.
Ол жақта не бар екен, оны бір көріп кетейік. Обана! 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 Красавчики, ребята! Че, откуда сам? Из Москвы. Из Москвы, а ты тоже? О, красиво. А вы что, катаетесь, да? Да. Красавчики. Когда приехали? Вчера? А, все. Если что, ждите на YouTube канале. Таңат баласы, запиши. Сейчас найду. Блог на казахском. Как? Ну ничего, главное себя увидеть. Еще раз. Таңат баласы. Да. Танат, напиши Танат. Ага, баласы. Ба. О, первый уши. Все, вот подпишись сюда. Хорошо. Во, красавчик. Вот парень знает, что делать. 9000. Все, давайте, ребята. Lamborghini. Кішігірім обзор жасап жіберейікші. Красотка. Қараңыздар, ё-моё, мынау вообще топиктің топигі ғой, короче. Асып кетсе бар ғой, 1,5 бекен биіктігі да. Қараңыздар, артында турбина ма бірдеңе жатыр ғой. А, жарасама мына малышка. Дубайда стилить ететін мәшін болып тұр. Ефать, мынау енді вообще мынау масқара мынау. Ё-моё. Мен осыны алып кетер едім, жалпы бар ғой. Титанкіден хабарлаңыздар, мен беліме дейін келеді ау дейміз. Белімнен сәл төмен. Шлей бел емес енді. Феррари. Жап-жасыл түсті тұр екен. Ё-моё, покрышкасы 253-35 ZR 22 дейді. 22-лік титанк тұр ғой мынау деген. Менің титанкілерім ойнақ болып тұр ғой. Бәлә. Чо там? Бұндай көлік айдау үшін не істеу керек жалпы? Қалай ойлайсыздар? Осы сұраққа комментарияға жазып кетіңдерші. Дәл осындай көліктерді айдау үшін қандай қызмет, қандай сала, не істеу керек конкретно кәп қазірді бастап кету үшін. Мен что-то желанием ашылып жатыр мына мәшіндерге көріп бар ғой. Неге біз айдамаймыз деп та. Өз блог түсіріп жүре береміз ба деген сияқты ғой. Блог по кайфу ғой жалпы түсірген. Дегенмен де осындай мәшінмен жүріп түсірсең бар ғой, вообще крыша бомба кетеді ғой үшін. А так вообще адамдар мен түсінбей жатыр да, не істеп жүрдік та. Қалай айтыш, братишка. Мына өзі таңғалып мынаны суретке түсіріп жүр ғой, мына жаңағы 25081 Rolls-Royce. Вообще титанкісің бешеный ғой. Мансори дей ма бірдеңе дейді. В общем, мына ренжік. Мына сірә бәрі Lexus, Pexus, таксистер, короче. Оған мән бермейміз, кете береміз дальше. Бля, боқтайын ба? Құрметті оқырмандар, боқтап алайын ба бір? Боқтап алайын ба? How are you? Good ба? Бля, я перец good, бля. Күн шашып тұр, бетіміз қызарып кеткен нағара. Қалай десем, бәрі good деп тұр ғой. Көрініп тұр good екен деп атқам ғой. Сол бездір жүрген Дубайды жайлап. Олай бола ма, болмай ма білмеймін енді. А бірақ маған осы жүріс кайф болып тұр кәдімгі. Бездіргенде. Мынандай локацияға келіп қалдым. Жап жаңа такси Lexus. Короче, маған заряжать етіп тұр 200 дирхам. Ойлап барыңдаршы, 200 дирхам деген, о, бля, 200 дирхам деген где-то 24 мың ақша, короче. Дубай молдан осы музейге келуге. Бля, камерамды қосқан жоқпын, бірақ жаман айқайласып қалды, екеуміз бар ғой. Ну, типа, мені лақават еттісің ба деген сияқты мен оған айтып отырмын да. Ол маған, короче, 200 бизнес-класс, Lexus, анау-мынау дейді да маған. Мен айтам, сен қуасың ба, короче, 200 даже менде ондай шыққан жоқ, ана стадионнан келген кезде, а сен маған 200 груз етіп отырсың деп.
енді не керек? Айқайласып, короче, 50 төлеп кеттім ғой. 50-дің өзі дохуя оған по идее бар ғой, былай қарасаңыз. Манағы Lexusке отырған себебі, ана таксилер вообще тоқтаған жоқ та. Тоқтаған жоқ емес, вообще жоқ жолда. Бәрі адамдармен кетіп баратыр да. Сонымен бля, айқайласып, нервым құрып көшіп. Анда жерге келіп отыр. Көремізге қалай не болатынын. Мына жерде адам шұбырып отыр. Бұның бағасы қанша, бұл қанша заряжать еткен көрейік. Мынау бір адушы қыдыратын болған жоқ, кәдімгідей. Кішкене бір экстремалды түрде болып кетті ол барлығы. Короче, мына жаққа келіп едім, мына жақта адам көп дейді. Бүгіндікке толы дейді в общем. Жалпы билет құны 150 дирхам дейді. Ғимараттың ішінде мынадай. Бұл екінші қабаты. Арғы жақтан жалпы билет аласыздар да. Мына жақтан лифтпен көтерілесіз. Көтеріліп кетіп, осының ішінде жалпы музей будущего дейді, яғни болашақ мұражай да. Қалайсыздар? Қазақ бауырларсыздар? Қырғыз? Жоқ, қалай екен Дубай сіздерге? Кішігірім влог қой бұл деген. Дубай жөнінде туда-сюда қалап. Билет жоқ деп жатыр да? Кейінгі айға чейін билет жоқ тұр. Нешінші күнге дейін? Кейінгі айға чейін. Келесі айға дейін? Келесі айға чейін. Короче, келесі айға дейін билет жоқ. Музей будущего үшін қарап шығу үшін. Біздер кәдімгі бүгін кіріп кеткіміз келіп отыр ғой. Все, адушы жігіттер. Болды, проблем жоқ. Жалпы заправкаға келіп қалдық мына жерде. Заправкасы қанша екен, қазір көріп өтеміз. 36 литр кеткен 100 дирхамға, жалпы 1 литрі міне осындай сумма деп тұр да. Маған просто көлікпен жүргесін өзіме қызық болып тұр да мына жерде неше теңге екен. Сонда литріне получается 310 примерно сондай теңге болып тұр. Бензин қымбат. Ассалаумағалейкум баршаңызға, қайырлы таң. Жалпы біздер отельден шығып кеттік, жаңа завтрак ішіп алып, енді теңіз жаққа қарай келе жатырмық. Оның алдында жаңағы Дубай Марин Моллға соғып кетіп, осындай бір Nike бейсболкасын сатып алған болатынмын. Ол где-то 15 мың ба сондай теңге болып тұр. Жалпы енді кішкене бағалары қымбаттау дегенмен де бір бейсболка болмаса болмайын деп тұр. Кеше деген кәдімгідей күн өтіп кетті ма, бірден болып кетті ғой бетімен. Жалпы бейсболка алам деп келгенмін, одан әне-міне деп жүргенде ұмытып кеткенмін ғой, короче, бейсболка алуға. Ал қазір бізде вид мынадай, теңіз жаға, адамның барлығы осы жаққа ағылып жатыр. Мынау бір осы Дубайдың әйгілі колесосы, колесо обозрения. Одан кейін бұйыртса сафари тур, яғни сафариға баратын боламыз. Ол сафариді біздер интернеттен қарап сафари тур деп жазып сол жақтан шықты. Жалпы бағалары әртүрлі, 45-50 долларға дейін барады. Біздер соның ішінде 37 долларға таптық адам басына, яғни 140 дирхам ба сондай. В общем, теңгеге айналдырғанда где-то 16-17 мың теңге болу керек. Сол енді екі адамға тур алып алдық. Бұйыртса ол түстен кейін болады, сағат 2-3-терде отельден келіп алып кетеді трансфер туда обратно. Адамда бәрі демалып жатыр. Походу теңіз жылы сияқты. Мынаны қарап отырсаңыздар, балдардың барлығы мына жерде плавучий жасап қойған. Мұздай сияқты ғой. Мұздай сияқты. Бірақ адамдар жүр жатыр. Желание жоқ, негізінде бар ғой теңізге түсуге вообще желание жоқ. Вид мынадай енді. Көрініс керемет болып тұр, бірақ қалай болғанда да аяғың уже үйренісіп кетті. Кіріп кетсең жылы сияқты. Все.
Персидский залив. Жалпы тұздың дәмі кәдімгідей аузыңа келіп тұр ғой. Мүмкін емес кәдімгі ащылығы бар ғой мына теңіздің. Бірақ адамдар шомылып жатыр. Сонда да сонау Ақтаудан келгесін осы теңіздің бір дәмін көрейікші деп сүңгіп алдым, короче. Өзімді аша алмай тұр, дала. Ашымасын. Или өзім ашып кетті ма, или дала. Кәдімгідей. Көзді кесіп тұрма түсінбей жатырмын, бұл үшін. Жалпы қазір теңізге түсіп алдық. Өте керемет. Ар жағында Мияги өлең айтып жатыр. Блин, вообще атмосфера кайфовый болып тұр. Жалпы қарайтын болсақ, бір мынадай бір отыратын жерлер да, былай айтқанда. Өте керемет. Ерте сол пицца анау мынау ғой, короче, жейтініміз. Пиццаның кәм түрі бар ғой, жеш мене деп тұр ғой примерно. Одан кейін мынандай бір салат. Білмеймін, салаттың қасына какой-то тоже қоспалары және де томатный кетчуп. В общем, нандар вообще приятный екен. Бұны деген қалай жеу керек, қазір мен көрсетейін сіздерге. Короче, нанды аламыз да. Былайынан жағамыз. Примерно кішігіріп манты қылып аламыз ғой, короче. Зовет нас туда, где песок и вода. И, короче, качать тот настроение. Бодрый его. Мынау тұрып, енді ас болсын бізге. Барлығы 172 дирхамға шықты. Ол бізде 20 мың. неше? 20 мың. 20 мың теңге. Бір пицца, салат, тағы да қасына бір деңгейлер, короче, сушняк деген сияқты. А мынау қарбыз комплимент ретінде бізге тастап кетіп отыр, мына от души. 20 мың бердіңдер ғой, қарбыз жей қойыңыз деген сияқты да. Қарбыз жей отырық сол жайлап. Жалпы қазір Алматыда қар борап отыр, және де Ақтауда да қар борап отыр. Біздер сол қарбыз жей отқан енді, кешірерсіздер, сондай болып отыр. Қалжың ғой, дальше кеттік. Қазір данный момент сафари турға кетіп бара жатырық. Біздің артымыздан Nissan Patrol келді. Отырысмадай примерно. Киім дегені масқара, енді киініп алған. Кішігірім былай ғой, короче. Түсірмей ақ қойын, ол кісіні дегенмен де атмосфера пока идеально болып тұр. Артымызда тағы 2 адам бар. Оларды да салып алған. А вы с России? Да. Россиядан келген екен, жалпы. А когда приехали? 2 дня. Отдыхаете, да? Нет, по работе. А по работе? А, вообще круто. Короче, жұмыстармен келген екен. Жұмысы сафариге бару керек болатын болса. Мен де сондай жұмысқа кірер едім негізінде деп қоясың ғой. Енді пока жол осындай. Мына оң жағымызда біз сала алмаған ЛРТ салып тұр мына жерде. Так, міне басталып келе жатыр тема. Бархандар. Сафари деген міне дәл осындай болады сияқты. В общем, айтып отырайын қазір эмоциямды. Көріп отырсыңыздар. Обана. Керемет, керемет. Оу. Ұстап отырмасақ жота болмайтын сияқты. Жалпы міне басталды. Патролға отырған болатынбыз. Ол патролдан бізді осындай механика крузакқа лақта жіберді. Осыған енді отырып алдық. Вау, ауына отырып қой кәдімгідей. Қараңыздар, қалай кетеді. Опа! Опа! Прикинь, кәдімгідей амортизатор секіріп кетті ғой. Арттағы адамдарды қараңыздар. Бер шал газды. Бер. Артында лақтып түйіп кеткен кәдім сезінеді екенсің. Бля, что-то. Дрифтинг вообще айналдыр шал. Айналдыр бала.
береді қазір уақыт тоқтауға, суретке түсуге. Мына кісі что-то өзі бір түрлі қолдайды ме? Жалпы мынаның барлығы көріп отырсаңыздар бархан болып жатыр ғой мына жерде. Астын бірдеңе сызып жатыр, короче. Садись, а? Come садись here. Садись. Yeah. Сюда садись или середина? Put your leg here, up. Сюда? Go back. Okay. Так. Back here. Okay. А, вот так? Вот так. Two hands. Okay. Ага. А, типа мен жіберейін түсің ба енді? Окей, go. Бля. Топыраққа батырды ғой мынау мен. Мынаяқтан биіктеу жер керек екен. Ощущение азғантай болып қалды ғой. Так, арабский вайпқа кіріп келатыр. Осындай жалпы бүркіттермен күтіп алады ғой бұлар. Қалай жағдай. Somebody show you your sitting area, sir? Игнор ғой полный, короче, кете бересің. Мен бәрі тамақ жеп жатыр әйтеуір. Бізге тамақ бар ма екен? А? Атмосфера осындай, короче. Осы жерде қазір кешкі шоу болады, жаңа танец живота, огненный, жаңа не, отпен ойнақтар, короче, түрлі заттар болады дейді. Отыратын байқап отырсаңыздар, просто жастық и үстіне тамақ қойып отырып жей береді да, короче. Мынау деген қателеспесем тауық па, балық па. Короче, очень пісіріп жатыр, жеп жатыр. Мынақта действительно қазір шоу ойнап тұр. Мына жерде VIP сектор дейді, барлығы уже көріп отырсаңыздар, андай нормальный отыратында отыр. Бізге походу мынандай жайский жайлап отырып алып тамашалайтын сияқтымыз ғой бұйыртса. Но бірақ атмосферасы мықты. Ұнап тұр. Что там не алыватсың? Пепси аламын, тек кола аламын, фанта деген ба? Алшы, төртеуін алшы сразу. Төртеуін ал ғой сразу, төртеуін. Жалпы беріп атқан тамақтары примерно чикен ғой, былай айтқанда да тауық. Мына бір кішкене сладость. Сосын типа самсама, пирожкима бірдеңе. Сапариге келіп атсаңдар, с собой білмеймін, бірдеңе болған жақсы, короче, былай айтқанда. Так, шоу-программа бітті. Енді ужин деп жатыр, шведский стол якобы. Көрейік ояқта не болады. Жемеймін. Мынаяқта не ойып жатыр екен. One.
жұрттың бәрін короче тамаққа кіргізіп жатыр. А менде что-то аппетит жоқ. Мынандай бір деңесін алып алдым. Мына как бы шашлык па, люли кебаб па, білмеймін, короче. Болады жеуге. Бля, бірақ аш екен. Сосын келіп жатыр ғой да, ашылығын. Приправа, тұрған приправа. Қалай жейді мен түсінбеймін. Түйеге отырғызып жатыр екеумізді. А, бисмилля. Көрейік, түйесін де көрейік. Түйеге отырып көрейік. Түйеспе маған дейді. Атыланып тұрғын мына, бәй. О, бисмилля. Еба, мен құлақ қала жасадым. Прикинь. Но кайф екен ғой, мұна сафариден де күшті отвечаю етейін. Мына қараң. Сафары? А? Қорқып отырмын. Қорқпа құрсын. Мына қараңыздар, қандай биіктікте отыр. Қарамен қорқып отырмын. Сірден болды де. Жай отыршы. Базар жоқ, бля. Лиза. Мне страшно. Страшно. Қудырып қояйық бұларды. Жалпы мына жерде сафаридің темасы бар ғой, движениесі. Мықты жүріп жатыр. Мына 300-діктер барлығы да. Кәдімгідей шабаш сетіп жүр ғой, былай айтқанда. Ана барқандармен ұшып келіп адамдар тасып жатыр да. Қараңыздар. Тарс. Тиіп алды. Басап кәдімгідей қараңыздар. Кәдімгідей что-то барқанға водитель болып бойын келіп тұр ғой мына жақта. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Жалпы кеше сафари турдан кейін жақсылап бір демалып алып, қазір қаланың ішін метромен болсын, жаңағы ЛРТ болсын, сонда мен бір аралап шығатын ой бар. Карточка алып алдық, бұл безлимит. Бір безлимиттің, короче, 22 дирхам тұрады. Біз одан екеуін алып алдық, осындай безлимиттің. Как будто постоянно метромен, ялмасы пойызбен жүретін адам қысап. Білмеймін енді, көреміз. Чтобы қазір жолда бітіп қалмау үшін, анау-мынау, короче, сенде лимитің бітіп қалды деп жүрмеу үшін, короче, полный толтырып алдық та, көзіміз қаяққа кетеді, сояққа басамыз, короче, сондай план бүгінге. Деловой центр Дубая дейма. Осы жерде жалпы многомиллиардный контракттар қол қойылады. Осы жерде кәдімгі дұрыс әлемнің шаруалары шешіледі. Шейхтармен үлкен договорларға отырылады. Мына осы міне станциясы осындай болып келеді. Енді бұл жаңалық емес, жалпы айтып жатқаным ғой. Егерде мысалға Дубайға келетін болсаңыздар, манағы айтқандай сол 22 дирхамға алып алсаңыздар, безлимитке алып аласыздар, любой точкадан түсіп қалып, мініп жүре бересіздер деп айтқанда. Биттері бірақ керемет. Білмеймін, осындай жүрістерден энергия аламын да. Жаңағыдай ешқандай план жоқ, ойлаған жеріңе кете бересің, былай айтқанда да. Сондай жүрістер өзіме қатты ұнайды. Егер де сізде сондай ұнайтын болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Жалпы қандай бір болмайтын іс осындай жасадыңыз да, ойламастан кетіп қалдыңыз бір жерге деген сияқты ғой. Получается, біздер мынадан түсіп қалдық. Енді мына жермен көтеріліп, лайнан баруымыз керек. Және де ар жағына кіріп кетуіміз керек қой, мына жерден. Сояққа отырсақ, пальмаға қарай, пальма Джумейраға кетеміз екен. Осылай көтеріліп келатырық. Мына былай қарап отырсаңыздар, пешеход ретінде ғой. Қарамнағанда қарайған ақша кетті ғой деймін да. Біздікілер болғанда анаға сызық салып, мына ақшасын жеп қойып, жақсақ отыратын еді. Қағазға қолын қойып қойып, мына жақта бар да қойып. Қарайған ақша ғой. Үлкен жолға пешеход сала қойға болатын еді ғой дейді да, короче, мынандай ертеш жетпей. Қарайған ақша құртпай деймін да. Сол ғой, енді бірақ енді үлкен жолға пешеход қоятын болсаң, қағып өлтіреді ғой адамды құрсын. Мынау деген. Көрмейсің ба, односторонний Біздікілер бар ғой, өзеннің трассасында тұрған жоқ па? Соны айтамын.
Біздер ойлап едік қой, что жаңағы манағы алған неміз, билетіміз, манағы алған карточкамыз бәрі нормально шығар, сонымен жүре береміз деп. Жоқ, бұлар деген вообще хитро и умно поступать етіп тұр да, бұл айтқанда. Ана Атлантис Джумейраға бару үшін тағы да дополнительно осындай метро жасап қойған жоғарыдан да. И соған әр адам басына 30 дирхамнан. Енді туда-обратно 30 дирхам болады да. Ішінде, короче, қазір кілең туристер, индийстер, анау-мынау, короче. Бля, айқай шу болып жатыр, короче, әркім бірдеңе қи-қи-қи, ми-қи-қи болып жатыр. Бірақ біз мынаға мінбегенде мынандай видтерді көре алмайтын едік негізінде. Отырған мынандай адамдардың ішінде айқай шу, ау, туда-сюда. Бірақ осының өзінің бір атмосферасы бар да. Білмеймін неге. Мына отыр осында жүрсе. Видті қараңыздар артында. Тоймайсың ғой, короче, Дубайға тоймайсың. Қарай бересің, көзің жанарына. Көліктер, ғимараттар, в общем, барлық пафосный өмір. Бізге осындай өмірді диктовать етіп отыр ғой, былай айтқанда. Міне осындай өмір бар, естіп жүрді. Мына қарап отырсаңыздар, мына ненің жаңағы Джумейра аралының жапырақтары ғой, былай айтқанда да. Сол жапырақтары вилла болып келіп тұр ғой, түсініп отырсыңыздар ма? Вообще мына маскарейшн ғой, былай айтқанда. Мына виллалар, білмеймін, қазір миллион теңгеден жоғары басталатын шығар бұл виллалар. Және де өзінің собственный пляжы бар, алдында көріп отырсаңыздар да. Солай жасалып қойған бұның барлығы. Атлантис отельге кіріп келе жатыр. Мынандай есік мені, короче, ашып жатыр ғой алдымнан. Мына кіре берісінде холл, Starbucks кофе. Ауда қыстырылысып, короче, немен жағаласып келатыр. Шашын ұрып алған дұрысынан. Мынақты VIP казах болып жүрсің ғой, примерно бар ғой. Йо-майо, атмосферасы базар жоқ екен. Шуламаңдаршы, өтініш. Мынау аквариум дейді. Кіре берісінде мынау қараңыздар. Аквариум болып отыр ғой, аспан. Базар жоқ, бірақ келу керек екен, жігіттер, қыздар. And huge дейді. Короче, от жанып тұр, білмеймін не екен мынаның ішінде. Жалпы мына жерде көріп отырсаңыздар, аквапарк бар. Аквапаркта енді белгілі ғой, әртүрлі карусельдер, анау мынау үшін адамдар суда жүрді деген сияқты да. Оның бағасы адам басына 380 дирхам. Егер кірем дейтін болсаңыздар, осы Атлантис отельге жетіп аласыздар, манағы айтқан жолмен, я болмаса таксимен, және де осы жаққа сол сумманы төлеп, ар жақта күн бойы жүрсеңіз болады да, жаңағыдай қыдырып, сол жерде жаңағы суға түсіп деген сияқты да. А біз дальше кеттік ал. Короче, прогулка жалғасуда. Жайлап күн шуақта жүріп келе жатқан жайымыз бар. Так, Atlantis The Royal Dubai. В общем, отель, но масқара екен енді. Қасында жүрсең, кәдімгідей шыбын сияқты сезінесің өзіңді. Обедке келе жатыр деп кіріп кет ресторанға. Резерв бар ма дейді. Резерв жоқ деймін ғой. Келді. Йо-майо, атмосфера кәдімгі гигантский бірдеңенің қасына кеткен сезінесің да. Көреміз кәдімгі қандай екен. Жалпы байский өмір қандай болатынын деп сезінейінші деп атқаным ғой, былай айтқанда. От жатты ғана жібек. How are you? Reception? Reception? Yes, please, this side. Okay, thank you. Restaurant? Restaurant. Restaurant. Restaurant or restroom? Namar, do you have reservation? No reservation. I you come. want to eat anywhere? Yes. Oh, anywhere, okay. Stand there. Okay. See what flower? Okay. That's the one. Exit through that door and then go down the stairs. That's Understand. Okay, thank you. Короче, лакшери деген осы ма? Кем? Энергия беріп отыр маған бар ғой мынаның ішінде. Мына жерде ресторан бар дейді. Соған барып көреміз. Мына фонтанчиктер.
Қараңыздар, қалай ағып жатыр да. Кетті ғой, в общем, ағып. Лакшери сегмент. В общем, все включено. Ішесің, жатасың мына жерлерде. Мықты. Білмеймін енді, мынандай контент жалпы ұнай ма, ұнамай ма сіздерге. Дегенмен де кәдімгідей свободно жүріп, кәдімгідей осындай бір запретный жерлерге кәдімгідей ақшасыз кіріп деген сияқты ғой біздің тема. Бұл айтқанда кәдімгі данный моментта вообще енді масқаришн болып тұр. А так ешкене сескеніп қорқатын ештеңе жоқ. Жалпы көрініс енді осындай. Че там? Теңізге түсесің ба? Или бассейнге түсесің ба? Қуасың ба? Неге? Қалама деп тұрып шығарып жүрсе позор болады, жағдай жоқ айна. Артымызға айтайын онан да. Ұялма деймін, баса бер, смело. Жалдап бердім ғой зато ой сияқтан саған. Смело жүре бересің. Сенбеймін, ақшасын төлемегенше. Ақша керек емес. Кәдімгі на халяву түсеміз, от души. Ара екеумізге екі пахотиса келіп тастады ғой. Екеумізге екі пахотиса келіп тастады. Болды ғой, домамыз ғой. Екеумізге екі суа келіп тастады. Еще екеумізге суа келіп тастады. Нормально, живем, короче. Мүмкін тамақ та беретін шығар тегінді. Кеттік барып келейік. Мына жерде айскрем дейді. Білмеймін енді. Тегін бере ма, ақшамен бере ма, көрейік. Интересно болып жатыр ғой, короче, маған. Әлде соңында, короче, мына жерде номеріңді айтып демесе болды. Окей. Ту ванить. Номерімізді айта қоямыз ғой, не проблема. Басшы. Любой бір номер айта салайық де. Соны айт. Ой, бәлә, сен де адам емессің ғой, мен қасында жүріп. Құлықтың бәрін үйренгенсің ғой. Ал аны. Беріп аттан кезде алшыш. Қалай дәмі қалай екен? Арам тамақ сезінтісің бе өзіңде? Thank you. Кеттік анасы. Номер, Аня, айтып жібер. Номер, неше еді номер? Аня басталды. Короче, мороженое жеп алдық, білмеймін ау. Ақша сұраса бере алмаймыз, проблем жоқ. Пока ешкім ештеңе сұрап атқан жоқ. Мынадай, короче, жатқансың ғой үшін мына жерде. Бір пицца заказ беріп жүр. Әкеліп атса, онда жеп аламыз, походу. Ақшасын сұрап атса, төлей қоямыз ғой. Сұрамаса, кешір мені жаным болатын шығар, білмеймін. Құсыға мені. Мына жаңа ұялып отыр. Қойшы. Бассейнге кіріп кетіпті ғой. Қарашымды купальник келген ме? Бассейнге кіріп кетіпті өзінше. Ұялып жүреді. Ұнады ау деймін мына жер болған. Короче, ішінде Луи Виттон магазин ашып қойған ғой. Ішінің иісі кәдімгідей Луи Виттонның иісі шығып тұр ғой, былай айтқанда. Киімдерін көрейікші ал. Мына че за спортивка? Білмеймін енді, мен мынандай зат қалай болар екен. Атласовый ғой мынау. Жанасың ғой мынаумен. Просто сезінгім келіп тұр да, действительно, конкретно Луи Виттон стоит того или нет, да, былай айтқанда. Аяқ киімдері мысалға. Ну, ауыр, речи нет, ауыр. Мынау кәдімгідей жұлдыздар кимесе енді кешкі жаңағыдай вечеринкілерге туда-сюда. Бізге мынандай на повседневку дәл ғой, по идее. Made in Italia дейді. Біздер Made in Chinaға үйреніп қалған, Made in Italia деп жазып тұр мына жерде. Бізбейсі Чайнанг Пекинский деп болатын еді, негізі деп қойып жүр. Мына жақта бағалар жазылып тұр екен. 3500 дирхам. Мына сандалетке, мына мысалға 3800 болды. Короче, мне 3500 мынаның бағасы. Где-то бір 400 мыңның жобасы. Стоит па, не стоит па? Білмеймін енді. Мен ще тұрмайтын сияқты деп қоясың ғой. Мына сумка енді речи нет. Луи Виттон болып тұр екен, базар жоқ. Біздің образ Луи Виттоннан кем емес, по идее. Бірақ очкиді кек көреген дегенмен де.
мынандай очки киіп келдім да. Қалай болып тұрады? Ё-майё, мына очки деген Луи Виттон, натуре. Мынаны қараңыздар. Луи Виттонның очки ғой так. Бай, түсіп қала жазады ғой бірегей. Таңқ етіп жағып қалғанда, ё-майё, кіретінен қалаған ба. По-полный. Че там, Гули? Луи Виттоннан не алып берейін саған? Іштен керек емес па? Болды, кеттік онда. Давай, жақсы. Біздің қатындар біледі ғой, қай жерден киіну керек екенін. Бірақ иншалла аламыз ғой, шаққанда мынадай. Қойш? Неме Луи Виттон деп жатыр. Өзімнің Луи Виттоным бар деп. Ауылдан 20 мың теңгеге Луи Виттон бар. Так, 20 мыңды аз емес, по сути, очкиге. Ну, ол да болады. Қайда қарай жүреміз? Көтерілек жүр. Біз мына жақта родной болып көттік қой, по сути, былай қарағанда. Лифтке кіріп 34-ші этажға көтерілеміз ба деп ойлап едік қой. Мына жерде типа Wi-Fi карточка қойып көтерілетін сияқты да мынау. Түсіндіңіз ба? Біз сияқтылар жоғары көтеріліп кетпесін деп бөлек схема жасап қойған ғой, короче, былай айтқанда. Келіп алып, енді біреулермен бірге қосылып көтеріліп кетпесең жоғары қарай. Басқа шанс жоқ ал. Жалпы осы Дубайға келу үшін билетті қалай алдық деген сұрақ туындауы мүмкін. Сол себепті соған айта өтейін қысқаша. Қалай алғанда Каспи приложениесіне кіріп, сол жерде тур деген бар. Сол турдың ішінде Дубай деген направлениені алып, соған ішіне перелет кіреді, және де гостиница сігіледі. Ол ішінен өзіңіз қалтаңыз көтергенше өздеріңіз білесіздер, қалай алғыңыз келсе де. Және де карта бойынша осы Дубайдың қай жерінде тұрақталуға болады, қай жерде қай гостиницаны алуға болады, соны барлығын қарасаңыздар болады. Одан кейін перелеттің өзінде де қай авиакомпаниямен ұшқыңыз келеді, соның барлығы да көрсетілген. Біздер жалпы осы 5 күнге соған 700 қателеспесем 50 мыңдай теңге кетті. Яғни перелетқа және проживание ішіне тек қана завтракқа кіреді, таңғы асы. Ал қалған күнде обед ужин кірмейді. Оның себебі өзімізде кіргізген жоқпыз. Себебі далада жүреміз постоянно. Сол себепті солай қылып алдық. Оның ішінде және де трансфер кіреді. Трансфер бізді мысалға аэропорттан Дубайға келіп түскен кезде сол жерден біздерді күтіп алады, өздері гостиницаға дейін әкеліп тастайды. Болды, былай айтқанда, сол тек қана айырмашылығы. Жалпы мен қалай приключениесі жүр екенін де ойлап қойып едім ғой ішімнен да. Аэропортта жүрік екеуміз, жолдасым екеуміз расслабон, duty free зонада тамақ шай ішіп деген сияқты. 2 сағаттай уақыт бар, әлі асығыс жоқ деген сияқты да. Сосын уақыты жақындаған кезде жағы гейтімізға барып, сол жерден регистрация өтіп, ар жаққа самолетқа отырайын деп келіп тұрсақ, в общем, регистрацияны жауып тастаған ғой. Қалай жауып тастаған, ё-моё. Короче, 10 минутта біздер ақайын ерте келіп тұрдық та, по сути. А олар уже жауып тастаған, в общем, білмеймін, короче, пиздес болып кетті ана жерде бар ғой. Айқай шуына. Не керек, в общем, бізді өткізген жоқ ана жерден, да. Бізде такой шумиху устроили. Видеоға түсірмейміз де, енді эмоция болып атқан кезде. Сосын бәрі нормально, утихомирить еткеннен кейін қазір ақыл ойымды жинақтап видео түсіріп тұрмын да. Получается, регистрация жабылды, біздер қалып қойдық. Енді ойлап отырмын да сол, не үшін біздер қалып қойдық. Амал жоқ енді, сондай бір қайыры болып тұрғанша деп сол, в общем, багаждарымыз жаңа әрің дегенде алдық. Уф деп, сосын, короче, билет сатып алдық. Енді билет осы Шаржыдан Алматыға, ал біздер қазір Дубайдың аэропортындамыз. Енді заттарымызды алып бәрін Шаржының аэропортына қарай кетіп баратыр. Вертящий етіп, короче, басымызға приключение тауып алдық та. Сол жақтан енді бұйыртса, сол жақтан қалмау керек. Енді гейттің қасында магнит болып жасып отыратын шығармыз, қашан ашады, сол кезде кіріп кетіп, ең бірінші таласып деген сияқты да. Сосын енді одан кейін тағы бір момент бар. Ол самолет Алматыға барып, где-то саат 4:30-дарда қонады да. Ал 5-терде
уже біздің Алматыдан Ақтауға қарай самолетіміз бар да, одан қалып қойсақ вообще қызық болайын деп тұр негізінде. Бірақ одан қалып қойсам вообще мен парти істейін тұрған жоқпын. Актер Алматыда жүріп жай болса да жетерміз де ойлап отырып. Жаңағы жерде мысалға менің жолдасым паниковать етті, жылады ма, білмеймін, түрін жасады, короче. Мен айтам, қойш деймін да, құрсын, тіріміз ғой, барымыз ғой, құрсын, шешеміз проблеманы деп сөйтіп. Солай қалып қойған жайымыз бар енді. Сосын бір ойлаймын да, алдындағы біздер Буш-Халифаға көтерілген жоқпыз, мысалға 86 мың теңге деп та. Одан кейін жаңа канатная дорога, жаңа адаммен жүретін да, оған жаңа барған жоқпыз, қымбат деп деген сияқты да. Енді ойлаймын, бля, қызғанған қызыл ешектің жем болады дей ма, бірдеңе дейтін еді ғой. Сондай болып тұрма деп та. Бір жағынан тағы ойлаймын да, егер оған біздер болғанда, ал қазір қалып қойғанда вообще теңгесіз қалатын едік та мысалға. Ал егер мүмкін ол кезде болғанда соларға, ал қазір мүмкін ұшып кетеміз ба, оны да білмеймін да, короче. В общем, тема сондай болып отыр. Событияны қазір қараймыз, бұйыртса бұл жақтан автобус болсын, такси болсын, соған отырамыз. Бір последний 50 мың теңгеміз қалды, енді бұйыртса сонымен елімізге жетуіміз керекпіз қалай болғанда да. Көреміз қалай болатынын. Жақсы, связдамыз. Аман есен сол Шаржаның аэропортына келіп қалдық. Сағат деген 3 болып жатыр түнгі. Ұйқым келіп тұр жаман. Ұйықтап қалсам, ертең самолет ұшып кетсе қызық болайын тұрған сияқты деп ойлап қоямын да. Дегенмен де көреміз бұйырғанын. Иншалла Алматыда және әрі қарай Ақтауда кездескенше. Атыға күлкі келді де, әлі күлкі келмей тұр бара. Сүрбіш. Не айтасың? Үлгердік па? Ақтау деп отыр, Ақтау деп отыр. Қашамыз.